Саламатсыңдар ма, оқушыларым, қалайсыңдар? Бүгін біз балалар Қазақстан тарихынан нағыз ұбт-да келіп жатқан сұрақтарды талдайтын боламыз. Бірақ балалар, бүгінгі біздің сұрақтардың арасында нақты жауаптары жоқ. Кейбіреулерінің енді, өйткені маған оқушылар жіберіп жатыр, то что ағай осындай сұрақтар келіп жатыр, примерно осындай деген сияқты алдық. Так что кейбір сұрақтарға жауап болмайды, оның жауаптарын өзіміз қарастырып шығатын боламыз. Олай болса балалар, бүгінгі біздің нұсқа талдауымызды бастаймыз онда. Так, бірінші сұрақ. 1998 жылы 1 қаңтарда күшіне енді қандай, яғни заң дейді. Енді қараңдар балалар, 98 жыл 1 қаңтар деп тұр да бізде, яғни сұрап тұрған сұрақта. Енді А жауабын қарастырайық. Қазақстан Республикасының Конституциясы дейді. Қазақстан Республикасының Конституциясы кірмейді, өйткені бізде жалпы екі конституция бар ғой. Біріншісі 1993 жылы 28 қаңтарда күшіне енеді. Қаңтарда қабылданды. Ал енді екінші конституциямыз 1995 жылы 30 тамызда. Яғни бұл жауаптан есептік кірмейді. Қазақстан Республикасының зейнетақы туралы заң, балалар, бізде В жауабында тұрған негізі дұрыс жауап. Ал Қазақстан Республикасының туы мен елтаңбасы да бізде қарастырып кіргізбейміз, өйткені бізде жалпы бұл ту мен елтаңба 92 жылы бізде 4 маусымда қабылданады. Маусымда. Сонымен балалар, сендердің тағы бір сұрайтын нәрсе бар. Тудың суретшісі кім десе, Шакен Ниязбеков деп жауап бересіңдер. Ниязбеков деген кісі болады. Ал егер елтаңбаның авторлары деп сендерден жеке сұрақ болып келіп жатса, Шотаман Уәлиханов және де Жандарбек Мәлібеков деп жауап бересіңдер. Мәлібеков. Енді жауабы бар кірмейді, өйткені Қазақстан Республикасындағы тілдер туралы заң бізде 1989 жылы қабылданады. Жалпы екі тіл болады, қазақ тілі және де орыс тілі. Қазақ тілі, яғни мемлекеттік тіл, болса, орыс тілі ұлтаралық тіл болып сайланады. Ұлтаралық тілі болады. Сонда бізде балалар негізі дұрыс жауабы, яғни В жауабы болады. Келесі екінші сұраққа кетті. Енді екінші сұрақта не дейді? Қазақстан Республикасының президенті немесе елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 2014 жылғы жолдауы дейді. 2014. Енді балалар, қараңыздар, осы жерде біз Қазақстан 2030, 2050 деген стратегияларды сразу сызып тастаймыз. Өйткені бұлар 2014-те қабылданған жоқ. Бізде 2050 деген стратегия, яғни 2012 жылы 14 желтоқсанда қабылданады балалар. 90-да қабылданды. Ал 2030 стратегиясы 1997 жылы қабылданды деп айтамыз. Енді жаңа Қазақстан деген жобада кірмейді, өйткені бұның негізі 2022 жылы Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев, яғни 16 наурызда сайлайды. Жобаны ұсынады, осындай жолдауы. Наурызда, яғни Тоқаев деп қойық мына жерге. Тоқаев, яғни негізін осы жобаны жолдауын жолдайды. Негізі балалар, сонда бізде дұрыс жауабы А жауабында тұрған нұрлы жол болашаққа бастар жол деген негізгі дұрыс вариант А жауабында болады. Келесі ары қарай кетті. Енді балалар, үшінші сұрақты қараңдар. Шыңғыс хан басып алған тайпа дейді. Енді бұл жерде бізге нақты қай тайпаны басып алғандығын бермеген, негізі жылын айтпағанда, то что оқушылар маған ай просто осыны Шыңғыс хан бір тайпаны басып алған деп маған сұрақ келді деп маған жіберді. Енді Қарақтай деген жауапты алып тастаймыз, өйткені Қарақтай мемлекеті Шыңғыс хан кезінде емес, одан бұрын наймандар басып алған болатын. Хазарлар жатпайды. Жалайыр деген тайпа жатады. Енді Қимақтар, Қыпшақтар жаулап алған. Енді қараңдар, жалпы 1201 жылы Шыңғыс хан негізі жаулап алады қай тайпаны? Жалайыр тайпасын. Жалайыр тайпасын жаулап алды. 1203 жылы, яғни олар бізде керейттер жаулап алады. Керейт тайпасын. Одан 1204 жылы наймандар мен меркіттерді жаулап алады.
меркіт тайпаларын толық жаулап алып, яғни 1206 жылы өзін Шыңғысхан, яғни ұлы Моғол империясын толық біріктіреді. Яғни Шыңғысхан деген титулды алады. Шыңғысхан атады. Негізі балалар, оның азан шақырып қойған есімі кім еді? Темуджин. Темуджин деп атаймыз. И ол Темуджиннің бізде өмір сүрген жылдары 1155, кейбір деректер 62 деп айтады. Одан 1227 жылдар аралығында болды деп айтамыз. Және де оның орталығы, бізде орталық қай қала болды? Шыңғысханның орталығы Қарақорым. Заңдар жинағы болса яссы немесе жасақ. Жасақ деп аталады. 1227 жыл ол өзі қайтыс болғаннан кейін оның мұрагері ретінде Батый сайланады. Сөйтіп ол өзі Батый Алтын Орданың негізін қалайды. Батый немесе Бату дейміз. Енді Шыңғыс ханнан кейінгі отырған нелердің бірі Батый дейміз. Өйткені жошы бірінші қайтыс болып кетеді, Темуджин, одан кейін Шыңғыс хан осы Батуды өзінің негізгі несі ретінде санайды. Өзінің мұрагері ретінде санаған болатын деп бізде айтады. Содан бастап, яғни 1218 жылдан бастап Қазақстан аумағына Шыңғыс ханның жорықтары басталады. Сол кезеңдерде, яғни 1219-дан бастап 1224 жылдары Қазақстанды толықтай Шыңғыс хан жаулап алады. Мағын толық жаулап алады. Кім десе Шыңғыс хан. Яғни балалар, бізде негізі мына жерде сұрақ болмаған. Мысалы 1201 жылы қай тайпаны жаулап алды десең жалайыр деп айтуға болады. Ал бізде бұл жақта сұрақтарда айтылмағаннан кейін осылай қарастырдық. Егер балалар осындай сұрақтар келіп жатса, осылай жауап бересіңдер. 1201 жалайыр, 1203 жылы Керейт, 1204 жылы Найман деп жауап беретін боласыңдар. Келесі бізде тағы да 4-ші сұрақта Абайдың бір шығармасын сұрады деді. Бірақ ол қандай шығармасы екені есінде жоқ. Абайдың шығармасы дейді. Маса деген балалар өлеңдер жинағы кірмейді. Өйткені Маса деген бізде Ахмет Байтұрсынұлынікі. Мүмкін 1911 жылы жарыққа шыққан. Ескендір деген балалар кіреді. Өйткені Ескендір, Масғұт, Әзім әңгімесі, деген еңбектері бар Абай Құнанбайұлының. Сонымен қоса, Абай Құнанбайұлының егер философиялық еңбегі деп атса, философиялық еңбегі дейтін болса, яғни қара сөздері деп жауап бересіңдер. Қара сөздері. Енді ары қарай кеттік. Оян қазақ дегенде жатпайды, өйткені Оян қазақ бірже Міржақып Дулатұлының еңбегі. Дулатұлының. Яғни ол да бізде 1909 жылы шыққан деп атаймыз. 40 мысалда балалар Ахмет Байтұрсынұлынікі 1909 жылы шыққан. Енді балалар қараңдар, бір қызық нәрсе бар да. Мысалы, Міржақып Дулатұлы Оян қазақ дастанын 1909 жылы шығарса, Ахмет Байтұрсынұлы өзінің 40 мысал деген дастанын 1909 жылы шығарды. Ал енді ол Маса деген өлеңдер жинағын шығарды ғой 1911 жылы. Ал Міржақып Дулатұлы болса 1910 жылы өзінің, яғни бақытсыз жамал деген есін шығарады, еңбегін шығарады. Жамал деп атаймыз. Яғни бұны балалар жаттап жүріңдер, ертең сендерден сұрап қалуы мүмкін. Еще анау Оян қазақ деген ұлттық манифест деп жариялаған болатын. Міржақып Дулатұлының ұлттық манифест деп атанған еңбегі десе, Оян қазақ деп осы еңбекте де балалар жауап беретін боласыңдар. Енді бізде тағы да ұбт-да келген сұрақтар бар. Яғни Абайдың балалар сендердің өмір сүрген жылын ғасырмен сұрауы мүмкін. Так что оны біліп жүру керек. 1845-тен бастап 1904 жылдар аралығында өмір сүрді. Кім? Абай Құнанбайұлы. Шын есімі, яғни азан шақырып қойған есімі Ибрахим болған деп атаймыз. Енді Абай Құнанбайұлының өлеңдер жинағы, яғни бір ақын шығарады деп атайды. Яғни 1909 жылы Қазан деген қалада Абайдың өлеңдер жинағын шығарған Кәкітай деген ақын бар. Яғни Абайдың Кәкітайдың арқасында Қазан қаласында Абайдың өлеңдер жинағы қашан шығарылды? 1909 жылы. Кім шығарды Кәкітай? Қай қалада десе балалар Қазан қаласында деп жауап бересіңдер. Сонымен қоса бізден мынандай сұрақтар болыпты балалар. Крыловтың
крыловтың мысалдарын аударған кім десе, балалар аударған дейтін болса, балалар Абай Құнанбайұлы болады ол да. Абай Құнанбайұлы. И сонымен қоса Пушкиннің Абай Құнанбайұлы. Пушкиннің Евгений Онегин деген дастаны бар. Евгений Онегин деп аталатын. Сол дастанын, яғни онта қазақ тіліне аударды деп айтамыз. Сонда балалар осындай жауаптармен сұрап қалуы мүмкін. Так что осыны біліп жүріңдер. Абайдың поэмалары, Ескендір, Масғұт, Әзім әңгімесі деп аталады. Сонда бізде дұрыс жауабы, төртінші сұрақтың жауабы В жауабы дұрыс болады екен. Ары қарай кеттік. Келесі бізде контекст берген дейді. Негізі енді бесінші сұрақ қой бұл жерде. Беспанау, иә, бесінші сұрақ. Енді бесінші сұрақта жалпы Абылай хан туралы контекст берілген дейді. Оның хан туралы, Абылай хан өзі туралы ішкі саясаты, сыртқы саясаты дейді. Енді Абылай ханның өзінің бірінші айтатын нәрсеміз, ол Абылай ханның билік еткен жылдары немесе өмір сүрген жылдары дейді. 1711 өмір сүрген жылдар, кейбір деректерде 13 деп атаймыз. И 81-ге дейін істеді, өмір сүрді. Өмір сүрді деп атаймыз. Одан кейін келесі билік еткен жылы 1771-ден бастап 81-ге дейін билік етті деп айтамыз. Оның азан шығарып қойған есімі Әбілмансұр. Әбілмансұр деп аталады. Ал лақап аты десе Сабалақ балар. Сабалақ, аты. Лақап аты. Типа кличка деген сияқты. Лақап аты Сабалақ атанған қазақ ханы кім дейтін болса, осы Абылай хан деп атайсыңдар. Енді балалар, сонымен қоса ол хан болып сайланды қашан десе 1771 жылы, яғни Түркістан қаласында 300-дің ханы болып сайланады. Бұл бізде Абылай хан туралы негізгі оның өзіне байланысты деректер. Енді Абылай ханның ішкі саясаты. Хан болып сайланды 1771 жылы. Одан бастап ол хандықтың ішкі жағдайын нығайту мақсатында не істейді? Бір орталықтан басқаратын мемлекет құрады. Басқаратын мемлекет құрды. Яғни бірінші бұл балалар саясат бойынша. Одан кейін қақтығыстармен барымтаны тоқтатты. Тоқтатты дейміз. Және де керуен саудасын дамытты. Және де ары қарай айтатын болсақ, шеберханалар, ұстаханаларды көбейтіп салған болатын. Салды дейікші. Соңғы айтатын нәрсеміз егіншілікке қолдау көрсетті. Егіншілікке қолдау көрсетті деген сөз. Енді ол ішкі саясаты. Енді сыртқы саясаты не істейді? Сыртқы саясатында Абылай хан 1771 жылы барады да Шаңды жорық деген оқиғаға қатысады. Шаңды жорық деп аталатын. Бұл жерде Шаңды жорық деген кезде кімдер соғысады? Қалмақтар мен қазақтар арасында болады. Қалмақтар сөйтіп Қазақстан аумағының атамекен жеріне оралса, негізі ойрат тайпалар балалар білесіңдер екіге бөлінеді. Бір бөлігі Жоңғар деген хандық негізін қаласа, қалған бір бөлігі Батыс Қазақстан аумағында Қалмақ хандығы негізін қалады. Бізде Жоңғар хандығы 1758 жыл жойылады. 1761 жыл ол аумақта Цинцзянь немесе Жаңашеп деген аймақ құрылады. Содан бастап ол жерде, яғни қытайлар мекендегендіктен өздерінің атамекен жеріне оралғысы келіп, қалмақтар Қазақстан аумағын басып өткісі келеді. Сол кезеңдерде оларды Абылай хан күтіп алып, қалмақтарды қырып тастайды. Сол оқиға бізде Шаңды жорық деп аталады. Сонымен бізде Абылай хан сонымен қоса Қытай деген хандық бар ғой, қытайлармен де соғыс жүргізу арқылы біздің Қазақстан аумағындағы Тарбағатай,
Тарбағатай. Так, Тарбағатай. Мен Іле деген аумақ бар. Сол жерлерді қайтарады. Қайтарды деп атаймыз. Қырғыздар енді 1779 жылы шабуыл жасап, қырғыздар өзінің құрамына қосып алып, бай қырғыз, жаңа қырғыз деген негізгі екі, бұл бізде болыстар құрған деп айтамыз сонымен қоса. Бұл бізде балалар контекстік сұрақ. Келесі ары қарай кеттік. Бізде 6-шы сұрақ. Енді біздің заманымыздан бұрынғы марафон. Так, 1490 жылы марафон шайқасына қатысқан тайпа дейді. Негізі марафон деген шайқаста, яғни бізде гректер мен парсы арасында болған соғыс. Парсылар, оларға тағы да қосылады сақтар. Сақ тайпалық бірлестіктері парсылар жағында соғысқан болады. Сонда бізде балалар сақ деген дұрыс жауап болады. Сармат емес, қаңлы емес, ғұн емес. Өйткені бізде негізі сақ деген кезде, сақтарды айтқан кезде, бізге екі негізгі билеуші еске түседі. Біріншісі ол Кир. Біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы. Одан кейін бірінші Дарий бар. Дарий біздің заманымыздан бұрынғы, яғни 519 жылы кімдерге сақтарға шабуыл жасайды, сөйтіп сақтардан жеңіліп қалады бұл. Дарий бізде айтады, Дарийдің құрамында осы парсы елдермен қосылып 10.000 ажалсыз әскер болған дейді. Енді сақтарды айтып отыр балалар. Яғни 10.000 ажалсыз әскері болған Дарийдің құрамында, сонда кімдер қосылған оларға? Сақтар қосылған. Бірақ бұл соғыста балалар гректер жеңеді, парсылар мен сақтар жеңіліп қалады. Сонда бізде дұрыс жауап бұл жерде қатысқан тайпа десе, сақ тайпасын айтамыз. Келесі ары қарай кеттік. 7-ші сұрағымыз. Бізде айтады, Есім хан мен Тұрсын ханға қатысты шайқас. Бұл 7-ші сұрақта, яғни Есім деген хан болады. Есім деген хан, яғни 1598 жылдан бастап 1628 жылға дейін, Тәуекел ханнан кейінгі отырған қазақ ханы. Енді бұл кезеңдерде, яғни 17-ші ғасырда қазақ хандығында болған өзгеше оқиға дейтін болса, бір уақытта екі хан билік етті. Есім хан бар, оның ордасы Түркістан қаласы. Сонымен қоса Тұрсын деген хан болады, ордасы Ташкент деп аталады. Енді осы жерде балалар қараңдар. Бізде Тұрсын хан Есім ханға қарсы шығады. Өйткені бізде бұл адам, яғни өзін хан деп жариялай аламай қалады. Өйткені Есім хан болып сайланып кетеді. Тұрсын хан негізі ол да Шыңғыс хан ұрпағы, бірақ хан бола алмағандықтан оған қарсы шығып, өзін Ташкенттің билеушісі етіп жариялайды. Сол кезде айтамыз біз, 1613 жылы осы Тұрсын хан өзін Ташкент билеушісі етіп жариялады. Сол кезде оны жариялаған Иштархани Имамкули деген хан болады. Иштархани Имамкули. Осы ханды балалар біліп жүріңдер. Сендер айтады, Иштархани Имамкули 1613 жылы Тұрсын ханды Ташкент билеушісі етіп жариялады дейді. Енді біз жауапқа оралайық. Тұрсын хан мен Есім хан арасында оқиға шаңды жорық деп аталмайды. Өйткені шаңды жорық 1771 жылы, бағана айттық, Абылай хан мен қалмақтардың арасында болады. Қатаған қырғыны балалар. Жауап қатаған қырғыны. Қалмақ қырған болмайды, өйткені қалмақ қырған 1726-дан бастап. Так, 1726 и 28 аралығында болады. Аңырақайда кірмейді. Аңырақай 1729 және де 30 жылдар. Бұл балалар қалмақтар, қалмақ қырылған дейміз, немесе бұланты шайқасы дейміз. Бұның барлығы жоңғарларға қарсы соғыстар. Жоңғар мынауда Аңырақайда. Қатаған қырғыны балалар 1627 жылы болған оқиға дейміз. Яғни Есім хан, бізде Тұрсын ханға несін бұндай соғыс жариялайды? Өйткені бізде 1627 жылы балалар, Есім хан Ойрат деген тайпалармен соғысып жатқан кезде, осыны пайдаланып Тұрсын хан оның ордасына шабуыл жасайды. Яғни Түркістан қаласына, яғни Тұрсын шабуыл жасайды. Сөйтіп оның тұрғындарымен барлығын қырып тастап, осы оның ордасы тасалған етіп кетеді.
Соны енді 1627 жылы Есім хан өзінің ордасына оралған кезде, яғни Тұрсын ханның шабуылдағанын көріп не істейді? Оған жыны келіп, барып оның ордасы Ташкент қаласына шабуыл жасайды. Сөйтіп 1627 жылы Қатаған деген ру болады. Сол Қатаған ру негізі балалар осы Тұрсын ханды қолдап, Есім ханға қарсы шыққан болатын. Осы Қатаған руымен қосып Тұрсын сұлтанды талқандағандықтан бұл оқиға біз тарихта Қатаған қырғыны деп аталған болатын. Қатаған қырғыны деп аталып кетеді. Сонда негізі осылай аталған оқиға ол Қатаған қырғыны 1627 жылы болған. Сонда біздің дұрыс жауабымыз ол бізде В жауабы дұрыс болады. Келесі ары қарай кеттік. Бізде 8-ші сұрақ. 1802-1847 жылдары өмір сүрген хан дейді. Енді балалар бұл жерде түсінікті ғой, 47 деген кезде біз кім дейміз? Кенесары Қасымұлы. Абылай хан 1700 өмір сүрген 1181, Әбілқайыр уже бұл 1718-48 билік еткен жылы, Хақназар хан уже 1538-80, яғни олардың билік еткен жылына қарайтын болсақ та кірмейді. Енді Кенесары Қасымұлы балалар, бұл Кенесары Қасымұлы. Енді бұл Кенесары Қасымұлы ханның көтерілісі болады 1837-тен бастап 47-ге дейін 10 жыл аралықты қамтыған көтеріліс. Енді осы көтерілісті толықтай талқылап өтейік. Енді көтерілістің ерекшелігі 300-дің барлығы қатысады. 300 қатысты. 300-ді толық қатысып, Қазақстан аумағын толықтай, яғни қамтыған көтеріліс. Сонымен қоса бізде балалар осы Кенесары туралы Мейер деген адам бар. Мейер айтады. Кенесарыға көзсіз ерлік тән дейді. Яғни өте мықты адамда осы Мейер Кенесары Қасымұлын сипаттап жазған болатын. Енді бізде осы Кенесары Қасымұлы 1837 жыл көтерілісін бастайды ғой. Яғни 37 жыл бұл неден бастайды көтеріліс? Сендерден балалар бұны ұбт-да жеке сұрап қалуы мүмкін да. 1837 жылы осы Кенесары өзінің көтерілісін бастаған кезде ең бірінші болып Харунжи Рытов деген адам болады. Сол Харунжи Рытовтың отрядын тас-талқан етіп жеңіп тастайды. Яғни ол бізде Петропавлдан қай жерге десе Ташкентке, яғни бет алған топ болады. Осы отрядын тас-талқан етіп жеңіп тастап өзінің көтерілісін бастаған болатын. Одан кейін уже патша үкіметімен қарсыластары басталады. Яғни 1837 жылы енді көтеріліс басталып жатыр. Одан кейін 1838 жылы дейміз, 7 тамызда бізде енді оның ең бір тарихта көп сұрайтын, біз ұбт-да келіп жатқан сұрақтар, тамызда Ақмола деген бекіністі өртейді. Бекінісін өртеп тастайды. Одан кейін 1838-де енді Ақмола бекінісін өртегеннен кейін ол енді хан ордасына не істейді? Енді естіп отыр ғой, соның барлығын біліп отқан хан енді не істейді? 1841 жылы ол өзін хан деп жариялайды. Кенесары Қасымұлы хан болды. Осы хан болған кезден бастап оған жазалаушы әскер жібереді. Лебедев деген бастығы. Сонымен қоса Жантөрин деген сұлтан болған құрамында. Баймағамбет, Айшуағұлы деген сұлтандар да оның құрамында Кенесарыға қарсы соғысады. Айшуағұлы деп аталатын жазалаушы топтар балалар. Бұлар осы Кенесары Қасымұлы көтерілісін аяқтауға жіберіледі. Бірақ олардың барлығы не істейді? Сәтсіздікке ұшырап, осының барлығын Кенесары Қасымұлы талқандап тастайды. Содан кейін 1841 жыл хан болып жарияланды. 1844 жылы Екатерина деген станция бар. Екатерина станциясына шабуыл жасап, Екатерина станциясының басы болады. Одан кейін бар уже 44 жылдан бастап, яғни 45 жылға ауысқан жылдан бастап, Кенесарының күштері әлсірей бастайды. Өйткені патша үкіметінің күштері қатты мықты болғандықтан, енді ол Сарыарқа даласынан Жетісуға кетуге мәжбүр болады. Сөйтіп Жетісуға барады да, олар балалар осы Кенесары барады, қырғыздардан көмек сұрайды. Қырғыздарға барады, Қоқан хандығына барады. Бірақ ол кездегі қырғыздарды мен Қоқан хандығының байланысы мықты болады. Еще қырғыздар сол кезде Қоқан хандығының ықпалында болады. Сөйтіп қырғыздарға барып айтады ол: "Маған көмек беріңдер, біз сол кезде мен сендерді Қоқан хандығының ықпалынан айырам" дейді. Бірақ қырғыздар оған, яғни көнбейді, яғни оның келісімін
не істей алмайды, қабылдай алмайды. Өйткені патша үкіметі сол кездегі бізде мынау Вишневский деген бар. Вишня деген бар, Вишневский деген кісі бар. Яғни осыны жібереді де қырғыздарды Кенесарыға айдап салады. Сонымен қоса қырғыздардың басшысы етіп өздері Орман Манап деген кісі болады. Манап. Соны не істейді? Сайлап қояды Орман Манапты. Сөйтіп Орман Манап Кенесарыға қарсы шығып, оның яғни қырғыздар мен Кенесарының арасында осы кезден бастап соғыс басталады. Сонымен қоса бізде мына жерде балалармен қоршап қойын. Бізде қазақ сұлтандары барды, Кенесарының көтерілісіне қолдау көрсетеміз деп оған жақтасқан. Олар бізде Рүстем мен Сыпатай деген бар. Осы екі несілер Рүстем сұлтан мен Сыпатай деген бар, ұлы жүздің есінде тұрған. Яғни осы Сыпатай екеуі 1847 жылы қырғыздар жеріне шабуыл жасайтын кезде Кенесарыға көмектесеміз деп уәде береді. Бірақ тура соғыс басталатын кезде не істейді? Олар шайқасқа келмей қалады. Содан бастап 1847 жылы өзінің азғантай әскермен Кенесары хан осы қырғыздар жеріне барып, Кекілік Сеңгір деген шайқаста соғысып қырғыздармен, сол шайқаста қаза болады. Кекілік Сеңгір. Осы шайқаста 1847 жылы Кенесары қайтыс болады деп айтамыз. Сонда балалар, яғни сендердің мұнда әрқайсысын жеке сұрақ болып сұрауы мүмкін. Қандай шайқаста қаза болды, немесе дұрыс дәйектерді анықта, Ақмолаға қашан шабуыл жасады, 38 жыл 7 тамызда деп осылай балалар жаттаған сендерге де жақсы. Келесі ары қарай кеттік онда. Бізде келесі 9-шы сұрақты айтады. Тәуекел хан тұсында не болды? Яғни Тәуекел ханның тұсында бір оқиға болған, бірақ есінен шығып тұр деп айтты. Енді ол Тәуекел ханның тұсында не болады? Біріншіден Тәуекел хан 1583-тен 1598 жылдар аралығында билік құрған қазақ ханы деп атаймыз. Енді ол кімнен кейін отырады? Есім ханнан кейін отырады. Жоқ, Есім ханның алдында отырған хан. Одан кейін балалар бізде Есім хан отырады 98-ден 1628-ге дейін. Одан кейін ары қарай енді Тәуекел ханның тұсында не болады? Тәуекел хан бізде Хақназар деген хан болған балалар. Хақназар хан мен Абдаллах деген хан болады. Сол екеуі, яғни Бұхар хан Абдаллах екеуі достық келісім жасайды. Кімге қарсы? Баба Сұлтанға қарсы. Содан бастап, яғни 1582 жылы бізде осы Баба Сұлтанды талқандайды. Кім? Тәуекел хан. Баба Сұлтан жеңілді. Өткен 1580 жылы, 79 жылы оның екі баласын өлтіреді Хақназар ханның. 1580 жылы Баба Сұлтан осы Хақназар ханның да өзін өлтірген болатын. Бізде Баба Сұлтан жеңілді мына кезде. Енді Баба Сұлтан жеңілгеннен кейін Тәуекел ханның Абдаллах деген хан бар ғой, достық жасаған Хақназар ханмен. Соның достық келісімнен күмәндана бастайды. Өйткені негізі 3 адам шайқасы ғой Сырдария аймағы үшін. Негізі Баба Сұлтан, Хақназар, Абдаллах. Абдаллах пен Хақназар хан екеуі дос бола отырып, Баба Сұлтанды талқандап тастады. Баба Сұлтан жоқ енді. Енді кіммен соғысу керек? Сырдария аймағы үшін Тәуекел Абдаллах ханмен соғысу керек. Бірақ Абдаллах ханның күші қатты мықты болғандықтан Тәуекел хан онымен соғыса алмайды. Содан бастап Тәуекел хан енді не істейді? Өзіне күш жинай бастайды. Сонымен қоса бізде балалар роботада мынандай сұрақ келіп жатыр. Сырдария аймағы үшін Тәуекел хан күрес жүргізген Сібір ханы десе, Көшім болады балалар. Көшім Сібір ханы. Соңғы ханы Көшім осы Сырдария аймағы үшін Тәуекел ханмен де соғыс жүргізген болатын. Енді Тәуекел хан Абдаллах ханға қарсы шығу үшін не істейді енді? Өзіне күш жинау керек. Содан бастап 1594 жылы ол Ресейге елші жібереді. Ресейге елші жіберді. Жібереді. Енді ол елшіліктің жалпы мақсаты қандай? Мақсаты бірінші Ораз Мұхаммед деген сұлтан болады. Ораз Мұхаммед сұлтанды босату. Одан кейін екінші от қаруды алу. Кәдімгі мылтықтарға сол кездегі от қаруды өтқанбыз. От қаруды
алу деп айтамыз. Сонда негізі осы. Бірақ енді осы елші жібергеннен кейін елшілікті 1594 жібереді ғой. Ал одан кейін бізде Қазақстан аумағына 1595 жылы Степанов деген елші келеді ресейліктерін. Сөйтіп бұл ұсыныстардың барлығына не істейді? Қарсы бол көмектеседі. Өйткені олар Сырдария аймағы үшін көшіммен өзінің қақтығыс жүргізген қала тәуекелдің, сонымен қоса Абдаллахпен күрес жүргізген қалады, яғни екеуі де бір-бірімен соғысып шайқасын, одан кейін мен екі мемлекетті де басып алам деген идеяны ұстап отырған болатын. Содан бастап енді 1595 жылы отказ алғаннан кейін қарсы болды ғой Ресей үкіметі, жібермейміз деп. Одан кейін 1597-98 жылдары осы Ташкент пен Самарқан арасында осы екі топтың арасында шайқас болады. Яғни бұл шайқастың кезінде балалар біз айтамыз, Тәуекел хан Ташкент түбінде Абдалла ханды ойсырата жеңіп, яғни ойсырата жеңді дегенде енді ол кезде күш жинап алды, бағанадай басқа мемлекеттермен не істеді, дипломатия жасап, сөйтіп Бұхар хандығы осы Ташкент түбінде жеңіліс табады. Ташкент түбінде жеңілді. Содан бастап Қазақстан аумағына біз өзімізге Ташкент, Түркістан, Самарқан, Әнжан, яғни осы қалаларды қосып аламыз. Сөйтіп осы қалалардың барын қосып алып, Қазақ хандығында өзі Сырдария аймағын қаратамыз. Бірақ 1598 жылы шайқастардың осы соңғы шайқас кезінде Тәуекел хан қатты жараланады да, сол соғыста қаза табады Тәуекел. И осының ұрпағы Есім хан келеді билікке. Мұны Абдаллах деген ханмен естеді, дипломатиялық қарым-қатынас орнатып, мынау Самарқан деген қаланы оған қайтарып береді. Сөйтіп қалғаны Түркістан, Әнжан, Сайрам деген қала болады тағы да. Сайрам. Осы қалаларды Қазақстан аумағына орнатып алып қалып, өзінің ордасын Түркістан қаласы етіп жариялады деп бағана айтқан болатынбыз. Самарқан деген қаланы қайтарып береді. Берді деп айтамыз. Сонда бізде балалар, яғни осындай сұрақтарда келіп қалуы мүмкін. Келесі 10-шы сұраққа кеттік. Келесі 10. Енді тың игеру жылдары дейді. Енді тың игеру жылдарына сұрақтар келді дейді. Ең бірінші тың игеру қашан басталды? Сол сұрақ болады. 1954 жылы басталады тың игеру жылы дейміз. Енді тың игеру идеясы деген жалпы Қазақстанды тың игеретін, яғни андай не елге айландыру, қалай айтсақ болады, кімнің Хрущевтің келуімен Қазақстан аумағында астық өнімін арттыру мақсатында тың жерлерді игеру идеясы асырған болатын. Қазақстанды мықты ондай өндірістік жерлерге айландыру деп табамыз. Тың игеру жылдары Қазақстан аумағына не болады енді? Біріншіден, оның идеясын бастаған Хрущев бастайды. Яғни Хрущевтің өзі балалар қашан келді? 1953-тен бастап, Сталин қайтыс болғаннан кейін 64-ке дейін отырады. Яғни КСРО басшылығы отырды. Одан кейін осы тың игеру жылдарында бізде болған оқиға, Жұмабай Шаяхметов деген кісі бар. Осы Жұмабай Шаяхметов деген кісіні алады да 1946-дан бастап 54-ке дейін бұл бізде Қазақстан Компартиясының басшылығы болды. Қазақта отырды балалар. Шатастырмаңдар, қазақ бөлек, қазақ Компартиясы, КСРО басшылығында бөлек адамдар отырады. Енді 46-тан 54-ке дейін отырған Шаяхметовті алып тастайды. Не үшін? Өйткені ол тың игеру идеясын қолдамағандықтан. Одан кейін оның орнына алып келіп Пономаренко деген кісіні отырғызады. Пономаренко отырады. Содан бастап бізде тың игеру идеясы іске асады. Яғни 54-тен бастап негізі 64-ке дейін жарияланады деген идея болады ол, яғни 10 жылға істеген. Содан бастап енді тың игеру идеясы қолға алынып 1954-55 жылдары Қазақстан аумағында тың игеру идеясы белең алған болатын. Сол кезде жалпы Қазақстан аумағында 13 миллион гектар жер жыртылады.
гектар жер жыртылды деп айтамыз. Енді бұл 54-55 жылдары. Енді осы астықты 13 миллион гектар жер аз болып, ол гектардың аумағын 19 миллион гектар жерге дейін ұлғайтамыз дейді. 19 миллион гектар жердің барлығы жыртылсын дейді. Одан кейін тағы да ол жерлерді 19 миллионның орнына дейді балалар 28-30 миллионға дейін жерлерді жыртамыз деп тағы да жоспарлайды. Сон кезде Қазақстан аумағында жалпы 25 миллион гектар жер жыртылған болатын. Жер жыртылды деп айтамыз. Енді тың игеру негізі Қазақстан аумағы қай аумағында болды десе, тың игеру Қазақстан аумағындағы солтүстік аумақта. 5 облыста жүзеге асады. Біріншісі Қостанай. Одан екіншісі Көкшетау. Одан үшінші Павлодар. Қостанай, солтүстік Қазақстан, төртінші. Соңғы бесіншісі Ақмола деген қалада болады балалар. Ақмола қаласында жүзеге асады. Мына балалар осы 5 облысты сұрауы мүмкін. Мынау қанша гектар жерлер жыртылғандығын сұрауы мүмкін. Кім іске асырды, не болды дегендер болуы мүмкін. Тың игеру жылдары 1954 жылдан бастап белең алған саясат деп айтамыз. Келесі ары қарай кетейік онда. Енді сәйкестендіру съездері деп айтты, бірақ сәйкестендіру деп айтқан съездер деген жәнде болды. Бірақ қандай съездерді екен білмеймін. Бірақ әскери коммунизм деген ішінде болды. Біз балалар былай алайық. Әскери коммунизм саясаты 1919 жылдан 21-ге дейін болады. Оның бізде несін съезін айтпаймыз. Яғни бұл азамат соғыс кезінде болған саясат. Азамат соғысы. Және де жаңа экономикалық саясат деп атаймыз. Жаңа экономикалық саясат қай жыл болды десе 1921-ден бастап 25-ге дейін. Бұл бізде 10-шы съезде болады. 10-шы съез. Индустрияландыру 1925-тен бастап 27-ге дейін болған саясат КОКП-ның 14-ші съезінде қабылданады. Әлінде ұжымдастыру 1927-ден бастап 33-ке дейін болған саясат. Енді қандай съезде? 15-ші съезде қабылданады. Яғни осындай съездерді реттілікпен қойып шық деген сияқты сұрақ болуы мүмкін. Яғни осындай сұрақтарды балалар жақсылап қарап жүріңдер. Келесі сұрақ, 12-ші сұрақ. Енді бізде балалар бұл Әмударияның төменгі сағасында орналасқан ірі аумақ дейді. Енді бұл андай 10-шы сыныптың сұрағындағы Орта Азия өркениеттері бар маяқта. Яғни балалар бұны былай жазайық қамен. Қараңдар. Орта Азия 9 ошағы бар да. Сол ошақтарын сұрап тұр. Енді бізде Әмударияның төменгі ағысы деп тұрған кезде Жетісу, Герат, Хорезм, Шаш дейді. Енді Жетісу кірмейді, Герат кірмейді, екі аумақ қалады. Шаш немесе Хорезм. Бұл кезде балалар дұрыс жауап Хорезм болады. Яғни С жауабында отырған. Қараңдар. Бізде негізі Орта Азияның 9 ошағының өзінің орналасқан аумақтары бар да, солардың есімдерге біліп жүру керек. Содан бастайық. Енді біріншісі бізде Маргуш. Маргуш дейміз. Орталық Азия. Орта Азия мен Орта Азия және де Мурғаб жазирасы дейміз балалар. Яғни мынандай Мурғаб деп басталып тұрса, Мурғаб, Маргуш деген мәдениет деп атайсыңдар. Түсінікті ғой балалар, яғни Мурғаб десе Маргуш деп атайсыңдар. Соғды деген мәдениет бар. Соғды мәдениеті, соғдылар деген бізде болып еді 6-шы сыныпта, осыны соғдылардың Жетісуға қоныс аударуы деген. Енді олар Әмудария мен яғни нелерде? Сырдария аумағында. Әмудария және Сырдария. Сырдария аумағында, яғни таралған мәдениет дейміз. Келесі Ферғана деген мәдениет болады. Бірақ Ферғана мәдениетін біз көбінесе таулы неде? Ойпатта орналасқан мәдениет дейміз. Ферғана. Таулы ойпатта. Таулы ойпатта орналасқан мәдениет деп айтамыз. Келесі бізде Ферғананы айтып, енді балалар Шаш. Қазіргі біз ответтерде тұр ғой, Шаш деген мәдениет. Шаш. Енді соғдының солтүстігі деп атаймыз бұны.
Соғдының солтүстігіндегі, яғни бізде балалар негізгі осындай өзендер қараңдар. Яғни Шаш мәдениеті қай аумақта тарады десе, Шаш, Шыршық және Ангрен деген өзендер бар ғой. Өзен аралығында, сонымен қоса Әмударияның, Сырдарияның төменгі ағысы деп атаймыз, бірақ Шыршық Шаш аумағындағы мекендеді, яғни таралды. Мұрғап Маргуш мәдениетінің негізінде, яғни тарады деп айтып кетсеңдер, осылай балалар сендерге жаттаған да оңай болады. Келесі Сырдария аумағы. Енді Сырдария жазирасы, Сырдария аймағы дейміз. Енді Шаштың солтүстігі деп атаймыз бұны. Солтүстік аумағы дейміз. Келесі 6-шы мәдениет, енді бұл жақта біз Жетісу. Жетісу мәдениеті. Бұл енді Балқаш көлі мен Ыстық көл аралығын қамтиды. Ыстық көл аралығын қамтыған мәдениет. Соңғы 7-ші мәдениетіміз, мына жақта Хорезм кетіп қалды балалар. Хорезмдік мынау. Енді 7-ші Хорезмдік, 8-ші қазір айтамыз. Ол бізде мынау Шығыс Түркістан деген болады. Яғни Тянь-Шань мен Тянь-Шань таулы аумақтарында орналасқан мәдениет дейтін болса, осынау Тянь-Шань тауында орналасқан десе, осы Шығыс Түркістан деп атайсыңдар. Балалар, мынау Шығыс, мынау Түркістан. Тянь-Шань Тарым өзендерінің аралығында тарады деп атаймыз. Тарым өзені. Яғни балалар, осылай орналасқан жерлер бойынша толық жаттап алған сендерге де дұрыс болады. Сонда бізде балалар 12-ші сұрақтың жауабы С жауабы дұрыс болады. Келесі ары қарай кеттік. Контекстені Ботай мәдениеті туралы берген дейді. Ботай мәдениеті. Ботай мәдениеті ең бірінші ерекшелігі жылқыны қолға ең алғашқы үйреткендер. Қолға алғаш үйреткен дейміз. Енді оны ашқан ғалым кім зерттеп? Зайберт ашты. Немесе Ботай мәдениеті, немесе Ботай терсек деп атаймыз. Терсек. Енді Зайберт ашады, ал Мир Қадырбаев деген кісі бұны да зерттейді. Ботай терсек мәдениетін ғылымға енгізген дейміз. Ғылымға енгізген адам десе, осы Мир Қадырбаевты айтамыз. Енді осының Ботай мәдениетінің өмір сүрген жылдары біздің заманымыздан бұрынғы 3700 неде 3100 аралығын қамтиды деп айтып кетеміз. Қазақстан қай аумағында тарады десе, Қазақстанның солтүстік аумағында тараған мәдениет. Солтүстік аумағында. Ерекшелігі не? Жылқыны ең алғашқы қолға үйретілген болып табылады. Одан кейін бізде сұрау мүмкін тағы Ботай мәдениетінің өзінің нелерін ықпалын жоғалтудың мақсаты неде десе, яғни не үшін жоғалта бастады? Қуаңшылықтың әсерінен. Қуаңшылық әсері. Неге жоғалта бастады десе, яғни осындай жауаптарын балалар сендер сұрап қалуы мүмкін. Ботай мәдениетін кім енгізді? Қандай Ботай мәдениеті деген жылқыларды бірге жерлеген ол жерде, соның барлығы Ботай мәдениетіне жатады. Сонда келесі бізде ары қарай 15-ші сұрақ. 13, 14 қана сонда. Так, мынау 14-ші сұрақ негізі. 14-ші сұрақты айтамыз. Енді 14-ші сұрақта не дейді бізде? Истидондар қалдырған мәдениет. Ботай мәдениетін истидондар қалдырған жоқ. Көне шұңқыр мәдениетін қалдырған жоқ. Маргуш кірмейді. Бұл бізде тасмола мәдениеті ғой бұл. Тасмола мәдениеті деп осы истидондар қалдырған. Негізі истидондар өздері қай аумақта мекендеді десе, орталық Қазақстанда. Қазақстан аумағында мекендеген. Сондықтан да орталық Қазақстанда өздерінің тасмола мәдениетін атайды, қалдырып кеткен, немесе оны мұртты қорғандар деп атаймыз балалар. Мұртты қорғандар. Мұртты қорғандар. Енді тасмола мәдениетінің ерекшелігі, мұртты қорғандар деп отырып қой. Көбінесе бұның ерекшелігі мәйіттерді шұңқыр астына жерлеуі. Жоқ, бұл некі ол емес, мәйіттерді жерлеген кезде төбешіктерге жерлеген көбінесе. Яғни адамдарды бірге. Сондықтан да бұл бізде мұртты қорғандар. Мұрт сияқты жасалғанда қорғандардың барлығы, сондықтан да бұларды мұртты қорғандар деп атаймыз.
Енді одан кейін тасмолла мәдениетінің бізде таралу аумағын сұрайды. Ол біздің заман неде Қазақстан аумағының солтүстігіндегі және де орталық Қазақстан аумағында тараған. Орталық аумақтарында тараған біздің заманымыздан бұрынғы 7-ші және де 3-ші ғасырлар аумағын қамтиды деп айтамыз. Енді балалар, бұл жалпы тасмолла мәдениеті бойынша. Енді көне шұңқыр деген мәдениет бар да. Бұл мен ботай мәдениетімен бірге өмір сүрген мәдениет. Енді яғни Қазақстан аумағындағы қола мен энолит дәуіріне жататын. Қола және энолит дәуіріне жататын кезеңдер атаймыз. Яғни бұның біздің заманымыздан бұрынғы өмір сүрген жылы, яғни ботайлықтарға сәл ұқсайды, бірақ балалар қараңыз, ботайлықтардың ерекшелігі 3600 және де 2300 жылдар аралығын қамтиды деп айтамыз. Яғни осы кезеңдерде өмір сүрген көне шұңқырлықтар деп атаймыз. Бағана айтып кеттік қой балалар. Яғни көне шұңқырлар ерекшелігі адамдарды шұңқыр астына жерлеген. Мәйіттерді шұңқыр астына жерлеген. Жағдай бұның ерекшелігі бар өзінің. Бүйтеді. Мәйіттердің тізесін бүгіп, үстіне бояу сепкен дейміз. Яғни бұл да бізде көне шұңқырлықтардың өздерінің ерекшелігі. Яғни балалар, сендер сұрауы мүмкін. Мәйіттердің тізесін бүгіп, үстіне бояу құйған деп, енді қандай мәдениет десе балалар, көне шұңқыр мәдениеті деп айтасыңдар. Балалар, сонымен бүгінгі біздің 14 сұрақтан тұратын нағыз ұбт-да келген сұрақтарды талдап шықтық. Келесіде балалар тағы да осындай сұрақтар болады. Сондықтан да балалар каналға тіркеліп алыңдар. Сонымен қоса балалар, мына жақта менің өзімнің курсым туралы айтып кетсем сендерге, мына жақта оқушылардың нәтижелері 18, 19, 20 балаған. Сонымен қоса балалар, менің Қазақстан тарих курсым бар. Курсыма келсеңдер болады. Кәні видеоны тоқтатып қойып, мына бағаларын көріп алсаңдар болады. Яғни эконом, престиж, люкс деп аталатын жалпы 3 пакеттен тұрады. Яғни бізде балалар жалпы эконом класс 40 000 теңге, ал престиж 45 000, люкс бізде балалар 250 000. Яғни балалар, бұл бізде 10-шы сыныптарға арналған жеңілдіктер қазіргі кезде. Толық курс туралы ақпарат балалар 8747 742 89 03 деген номерге жазсаңдар балалар, толықтай мен өзім жауап беретін боламын балалар. Сонымен қоса каналдың астына осы сілтеме қойып кетем, сол сілтемеге өту арқылы да Қазақстан тарихынан курсқа келсеңдер болады балалар. Егер де балалар видео ұнаған болса, видеоға лайк басыңдар, комментарий жазыңдар. Келесіде тағы да сендерге осындай пайдалы болатындай нұсқа шығарып тұратын боламын. Келесі эфирлерде балалар, кездескенше.